Сәлем достар, бүгін мен үлкендер де кішкентайлар да сүйіп жейтін астың бірі горох сорпасын жасаймын. Ең алдымен қазанымызға мұздай суымызды құйып, етімізді салып, жақсылап қайнатып аламыз. Қазанымыз қайнап шыққаннан кейін жақсылап көбігімізден тазартып аламыз. Көбікті алып тастауымыз керек. Қанша 2 рет қайнады, 2 рет алып тастадым мен. Бұл көбік дегеніміз негізі адамға қажет емес, етіміздің арасында қалып қойған қандарды, жаңа қылшық, керек емес заттарды шығарады. Сол кезде тазаланып, тамағымыз дәмді шығатын болады. Сорпамыздың бетін көбігінен тазалап болғаннан кейін пиязымызды, сәбізімізді, картопымызды, болгарскийімізді, қызанағымызды барлығын турап саламыз. Мен только пиязды ғана бүтіндей салдым, өйткені менің балдарым пиязды онша ұнатпайды. Сол үшін бүтіндей салып, кейін піскен кезде алып тастай саламын. Сонымен жақсылап астын жай қойып қайнатамыз. Сонымен қатар горохымызды жақсылап жуып, сорпамызға қосып жібереміз, өйткені горохта 1-2 сағат қайнау керек, етпен бірге піседі, барлығы бірге сонда пісетін болады. Бетін жауып, жай отта қайнататын боламыз. Мінекей менің горох сорпам дайын болды. Пиязын алып тастадым бүтіндей. Өйткені менің балдарыма ұнамайды. Үлкен-үлкен қылып салған еттерімді алып, мен майдалап турап қайтадан қосып жіберем. Өйткені жеген кезде ыңғайлы болу керек. Барлықтарыңыз жасап көріңіздер. Барлық адамға ұнайды. Дәмі керемет болып шықты. Егер менің рецепттерім ұнап жатса, каналыма жазылып алыңыздар. Бұдан да басқа видеолармен бөлісемін. Сау болыңыздар.